Башқұрт қызының орындаған «Хомай» деген әні қазақ арасында қым-қуыт алып қашпа сөзге негіз болды. Пікір қайшылығы да көп. Сөз етушілердің ішінде қанымдағы түркілігім бой көтерді дегендер бар. Енді біреулер мұны дәстүрлі дінімізге тура келмейтін ән деп те айтып жатқан көрінеді. «Хомайды» біреу «Умай» десе, біреу оны аңыздағы құс дейді. Қысқасы, елді алаңдатқан башқұрт әні айналасы 3-4 күнде шартарапқа жақсы тарады. Миллиондаған қаралыммен пікір жинап алды. Бұл жағдайға неге KZ ақпараттық сараптамалық порталы назар аударып, мақала жариялады және сарапшылардың пікірін берді. Кеш жарық ағайын, бұл неге олай бағдарламасы. «Хомай ма, Умай ма?» Башқұрт қызының әніне әсіре діншілдер неге өре түрегелді деген тақырыппен берілген мақаланың маңызды тұстары мынадай. Соңғы кезде кез келген дүниеден діни астар іздеу дағдыға айналғандай. Сөзімізге дәлел 3-4 күнде ғаламтор кеңістігін дүр сілкіндіріп, аз уақытта миллиондаған қаралым жинаған башқұрттың Айола тобының «Хомай» атты әні. Әнді өнер тұрғысынан бағалау былай тұрсын, кейбір әсіре діншілдер өзіне қарай тартылап әуре. Әсіресе әлеуметтік желідегі кейбір жазбалар мен пікірлерге қарағанда өзін тәңіршіл санайтындар бір жасап қалғанмыз. Ал топтың өнерін салқын қанды бағалағандар бауырлас ұлттың әні мен әншісіне ауыздарының суы құрып, талантына тамсанып жатқандарды түсінбедім. Осы ән мен әншіні 10-100 орап алатын таланттар мен әндер көп қой. Қазақтан асқан талантты ұлт жоқ деген пікірін жазыпты. Шын мәнінде Айола тобы дәл осында ерекше құрмет пен қошеметті әсіресе Қазақстаннан сезінген сияқты. Олар қолдау білдірген қазақ халқына алғысты айтып, қазақ күйін тартып берді. Неге тілшісі бәз біреулердің әннің сөзі мен әуенінен, оны орындау стилінен діни астар іздеп жатқандар туралы мамандардан пікір сұрады. Мұхиддин Исаұлы, дінтанушы: бұл әннен ешқандай тәңіршілдікті насихаттаған дүние байқамадым. Әрі кетсе, Умай ананы айтқан болуы мүмкін. Бірақ ана сөзін Википедияда тәңір, яғни Құдайдың атауы деп жазған. Негізінде түркілердің түсінік пайымында олай емес. Өйткені Монғолиядағы тоны көк жазуларында сөздің бісміләсін тәңір тек тәңір деп бастаған. Яғни тәңір жалғыз Құдай деген. Тәңір деген сөздің өзі таң мен іңірдің Құдайы деген, немесе таң жарықты сүйетін періштелердің, ал іңір қараңғылықты мансұқ ететін періштелердің мекені. Ақ пен қараның немесе күн мен түннің Құдай екен білдірсе, Орхон Енисей жазуында да Умай ана текті ұрпақ деп жазылған дейді ғалымдар. Ендеше одан тәңіршілдік мән мағына іздеп керек емес. Кезінде тәңіршілдер көк тәңірі, көк бөрі, көк түрк, яғни көкті ұстаған Құдай деп білген. Түркілерде киелілік, әруақтың аян беруі деген тәмсіл бар. Бұл табиғи нәрсе. Оны арабшылдар, сарафиттер Аллаға серік қосу деп санайды. Қазіргі исламда бар түсінік бұрынғы түркілерде де болған. Тәңір деген түсінік сонау Нұх пайғамбардан бері жалғасып келеді. Ежелгі сақтардан қалған балбал тастарға үңілсек, бірінде құс, бірінде бұғыны кие тұтқаны байқалады. Ал Умай ана тәңір деп жүргендер батыс шығыстанушыларының, орыстардың желеу етіп әдейі бұрмалағаны. Бұлай қарағанда өзін тәңіршіл һәм тәңірсіз деп санайтындар тарихын, дүние танымын жоққа шығарған сәләфизмге қарсы тұрамын деп ғасырлар бойы ата-бабасы ұстанған ислам дініне де қарсы шығып кетті. Тәңірге табынған түркілік түсінікті бұрмалап, пұтқа табынушы етіп көрсетуі немесе қолдан дін жасауы дұрыс емес. Бұл түбінде тарихты бұрмалаушылыққа алып келеді. Ал әннің танымал болып шыға келуі, киімі, қолдарындағы аспабы, билегені бұрынғы түркі ата-бабасы тұраншылдық рух оянып келгендей қуанғандар көп. Яғни көрші елдің империялық астамшылдығынан әбден жалыққан, бүгінде тұран идея саясына топтасуды мансұқ еткен, тілі ұқсас, ділі мен діні бар түркі тілдес халықтар тоны көк Орхон Енисей жазуын қайтадан тірілтетін болса, көп дүниеге қол жеткізе алады. Бірақ бұл арабшылдарға ұнамауы мүмкін. Мұхан Исахан, теолог: Хомай әні әуенінің ырғағында кейбір эпизодында
бақсының әрекеті, ритмі кездеседі. Екіншіден, Қазақстан қоғамының қызығушылық тудырғаны түркілік рухты оятатын элемент бар. Бұл әннен діни астар іздемей, өнер ретінде қараса жөн болар еді. Бар болғаны башқұрттың Орал Батыр атты дастанындағы шумақтарды негізге алып, әнмен әрлеп шығарған ғой. Үшіншіден, Тәңір сенімінде Умай ана, Умай ене деген түсінік бар. Біздің қоғам соны айтып тұр деп ойлады. Умайға келсек, Тәңір сенімінде әйелдер оны өмірге сәби әкелерде көмектесетін періште деп есептейді. Қазақ халқы исламды ұстанғанына пәлен ғасыр өтсе де, бұрынғы түркілердің құндылығын тәрк еткен жоқ. Бұл мұсылманшылықтың наматтық үлгісі, синкретизм, яғни бұрынғы түркілік құндылық пен исламның сәтті шебер қиюласуы. Көпті елең еткізген әнге өнер ретінде қарап, сәтті шыққан туынды деп бағалауға болады. Ал әсіре исламшылдардың, кейбір тәңіршілердің қол шапалақтап, дабыраға айналдыруы келте ойдың көрінісі. Жамбыл Артықбаев, этнолог тарихшы. 2-3 күн болды. YouTube арнасына қарасам, башқұрттың Хомай әні хит болып жатыр екен. Қазақ жастары жаны қалмай қолдап жатқан сияқты. Өңделуі, костюмдері, ұлттық музыка аспаптары жап-жақсы. Менің ойымша, мына ауыр заманда орыстың бұғауында, орыс-украин соғысының өтінде жүрген башқұрттың тәуелсіз рухын көтеретін сияқты. Ән мазмұны башқұрттың Орал Батыр эпикалық жырына негізделген екен. Башқұрт интерпретациясында Хомай бақ құсы, анасы құяш, яғни күн, атасы самрау. Орал Батыр көне заманның әфсаналық түсініктерін бойына көп жинаған жыр. Бұл жағынан қалмақтың жаңғырына жақынау деймін. Осы жағынан бұл эпикалық жырларды сақ-скиф және оған дейінгі кезеңдерді қайта қалпына келтіру үшін дерек есебінде пайдалану керек-ау деп ойлаймын. Еңлік Ақдәулет, шығыстанушы. Біздің қоғамда болған әсіре діншілдік. Байқасаңыз, кейінгі кезде әлеуметтік желіде өзін тәңіршілер деп атайтын топ пайда болды. Бұл олар өзін ислам дінін ұстанатындарға қарсы қояды. Олардың ар жағында мықты қолдау тұр. Өзін хақ мұсылман санайтында әсіре діншіл топ бар. Осы екі топтың арасындағы даудың емес, соғыстың басталғаны қашан? Айоланың бейнебаяны бүкіл түркі дүниесін дүр сілкіндіріп, түбі бір түркі рухын оятты. Башқұрттың еркіндікке толы сарынын қазақтар, қырғыздар, әзірбайжандар, сақалар, қалмақтар, түріктер, татарлар іліп әкетті. Арнайы сіздер үшін неге олай бағдарламасы. Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.